Аудандық мәдениет үйінде жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен аудан әкімінің кубогы үшін Жайдарман достық мекені атты Жайдарман ойындарының финалы өтті. Маусымашар ойындарында аудан бойынша 30 команда өнер көрсетіп, өз кезегінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан 6 команда ақтық сынға жолдама алған болатын. Қызыққа толы әзіл-кештер сайысы алдағы сюжетте. Жайдарман достық мекені тақырыбында ұйымдастырылған ақтық сында өнер көрсетуге Triple-D, ұлы дала жастары, тегісшіл жастар, комбайн, жұрттың балалары, таңқалма командалары мүмкіндік алған болатын. Финалда арнайы қонақ аудан әкімінің орынбасары Смайыл Тасқұлов ашып, сахна төрінде сап түзеген жастарға сәттілік тіледі. Бүгін финалына жетіп отырмыз. Жаңа жоғарыда айтып өткенде 30-дан аса команда қатысып, ауданымыздың бүкіл жастары осыған атсалысты десек, жалған айтқан болмаймыз. Сол үшін мына бүгінгі 6 командаға да сәттілік тілей отырып, және де өздеріңізге, әрқайсыңыздың отбасыларыңызға өздеріңізге амандық тілеймін. Және де айтатын болсақ, осы Жайдарман ойындарында біздің Қазақстанның көптеген жастары өз өнерлерін көрсетіп, елге танып отыр. Осы жайдарманшыларымыздың ішінде сол сияқты үлкен азаматтар осы елімізге танымал болады деп ойлаймыз. Және де осы Сарыағаштың атын ол кісілерге де елімізге танытады деп ойлаймын. Сол себепті бүгінгі мынау құтты болсын, финал әрқайсымыз командаға жеңіс тілеймін. Финалда жайдарманшылар 3 кезең бойынша бақ сынады. Маусымашар ойындарында Қазылар алқасының шешімімен финалға жолдама алған әзіл-кештер Астарлыда салмақты әзілдерін көрермен назарына ұсынды. Ақтық сынның басты ерекшелігі жастар үй тапсырмасы шартында жұлдызды жайдарманшылармен бірге өнер көрсетті. Біздің қыздарда кубок жоқ. Негізі алып қалай түсінеді. Намек түсінеді ме? Түсінеді. Құрметті әкім аға, бұны намек дейді. Егер білмей атсаңыз. Жайдарманшыларға төрелік еткен Қазылар алқасының құрамында аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Алдияр Қозыбаев, аудандық мәслихаттың депутаты Манақбай Халменов, жастар ресурстық орталығының басшысы Қанат Иматов, ардагер жайдарманшы Нұрмұхамбет Сапарбек және Лесбек Ахмет болды. Тартысқа толы финалдық бәсекеде Қазылар алқасының ұйғарымымен жүлделі 3-ші орынды ұлы дала жастары командасы иеленсе, 2-ші орын таңқалма командасына бұйырды. Ал жеңімпаз атанып жүлделі 1-ші орынды иеленген тегісшіл жастары командасы кубокты қанжығалады. Әйгерім Айтбаева, Майра Нұрмахан, Айдос Дәулет, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.